Машайттың отбасы. Әңгіме. Күлшат бойы басы жөндем, ай сайын жалақы алып тұратын қызметкерлермен жақын жуық жүргенді ұнатады. Оқыған тоқығандармен, қызметкерлермен біте қайнасып, бірге жүрсе ғана мына өмірдің мағынасы айқындалып, мазмұнды болмақ. Адамдық абыройын да, рухани қажеттілігін де осымен өлшеп-пішіп тірлік етеді. Ең бастысы өзіне ықпалды, талғамды орта қалыптастырғысы келетін. Ал ол оңай оспақ шаруа емес. Алақандай ауылда қанша қызметкер бар дейсің? Тек мектеп мұғалімдері мен фельдшерлік пункттің бас дәрігерін есептемегенде 1-2 медбике. Тек солардың иі ғана бүтін. Ақшадан қысылған ел қарыз сұрап естерін шығарған соң көбісі былығы жұртқа жұрттан жырықтап тұйықталып кеткен. Кейбіреулер тіпті тәкаппар, көшеде қарсы кездессең сәлеміңді алмай менсінбей өтеді. Менсінбеудің де түр-түрі, неше атасы болатынына көз жеткізесің ау. Кейбірін байқампазданып, қасынан басын төмен тұқырып өте шығады. Енді біреулері ашықтан ашық жақтырмай, мұрнын шүйіріп, қарсы ұшырсаң тура тапап өтетін танк сияқты. Ауылдағы оқыған-тоқығандардың жалпы нобайы осындай. Басқа алып қосарымыз жоқ. Бұлар ауыл арасында бүкіл үйелменен Машайттың отбасы аталып кеткен. Әкелерінің ныпсысы Жәрдембек. Қалжынбас құрдастары оның шәлкем шалыс мінезімен орай өң айналдырып, орыстың Мешайт сөзін қазақы қалыпқа салып Машайт деп атап кеткен. Талай жылды бойдақ бой баққан. Бертің ауылға көшіп келді. Шиттей бала шағасы бар. Күлшат тұла бойы тұңғышы. Күлшаттан басқасы түгіл иметчік жасқан шақ. Алыс түкпірден қатынап оқуға қиын тиетін болған соң, облыс орталығындағы малшылардың балаларына арнай ашылған интернатта жатып, 10 жылдықты бітірді. Қала көрген атағы бар. Аса пысық болмаса да еті тірі. Бар айыбы оқуға түсе алмағаны. Әлі тұрмысқа шықпағаны. Ауыз жарамайтын тақыл-тұқыл ақшаға бола мектеп еденін жуады. Осы жолы өзінен 3 жас үлкендігі бар, бастауыш сыныпта сабақ беретін Шаран үйіне қонаққа шақырды. Күлшаттың өз есебі бар. Отырған қыз орын табады деген мақалды малданып, соқыр үмітке иек артқысы келмейді. Шарада әлі тұрыс құрмаған. Оның інісі мектептің кітапханашысы. Үміті де жоқ емес. Оқушылар оны сақалды кәрі қыз деп сыртынан тәлкек етеді. Кейінгі кезде ол мұрт жіберген. Онысы біртүрлі қымсындырандырады. О, тәңірім, оған тіпті де жарыспайды ғой. Бірақ нәзік әрі балғын жүзіне еркекке тән бір сұстылық пен аяулы реңк береді. Қызметіне тік барып, тік қайтатын сыпайы, сырбаз жігіттің тамырын басып, байқастап көрген кетер емес тәрізді. Тек Кәмшаттан ғана қауіп күтеді. Кітапхананың еденін жууға келген сайын іші бірдеңе сезеді ме, мұны жігітпен оңша қалдырғысы келмейді білем. Қосамшарланып, кітап қараған боп кітапханадан шықпайды. Терезерек алдын орамаса болмайды. Шараны қонаққа шақыратын күні Күлшаттың қаупі тіпті ұлғая түсті. Қашанғысындай Кәмшат қайта ораған арыстарға альбом букет жасап отырған жігітке көмектескен боп, арасында қағаздың бәрін жыртып болдың ғой деп сыңсый тіл қатып қалжыңдап қояды. Жігіт үндеген жоқ. Оның үнсіздігіне түр-тұлғасына да со сәтте Күлшатқа адамның жанын тебірентіретін әлдебір үмітсіздік, тұңғиық бірдеңе бардай көрінген. Жанары түйіскенде бұған жатырқай қарап суық жымиған. Қонақ шақыртқанын, қонаққа кімді шақыратынын үй ішіне хабарлағанда шешесі қашанғысындай қызын құптап басын изеді. Басқаларына келдің не, кеттің не бәрібір сықылды. Тек бос уақытың әтеш телбесетімен өткізетін кішінісі ғана бұлқан-талқан болып атой сап қарсы шықты. Осы сендердің қонақтарың таусылмайды екен. Лағманға тағы тауық соясыңдар ма? Құртып біттіңдер ғой әбден. Бір жағынан әкем ұрлайды араққа деп, екінші жағына сендер лағман созың жалықпайды екенсіңдер. Шешесі де, әпкесі де оны ұрсып-ұрсып тыйып тастады. Күлшаттың мейманы ел орынға отыра келді. Мұғалімдерінің көзіне түсуге ұялды білем. Балалардың бәрі тиялы таяғы қалмай бір жаққа безіп кетті. Әкелері ләйліп, ол бір жақта қаңғып жүр. Күлшат пен шешесінің бар есілдерді қонақ күтудің қамына ауған. Қауырды, қарбалас істен мұрындарына су жетпейді. Барусақ пісіріп жатқан Күлшаттың шешесі қызуы бет шарпығын пештің жанында тұрып, көзіне құйыла берген тер моншақтарын жеңімен жасқап қояды.
Үйдің ішін маңайдан қоңырсыған жалын алып кеткен. Көк түтім әрі моншадай ысып, Шара кіргенде жаппай-ақ қой деп есікті шалқасынан аштырып тастады. Күздің салқын саумал ауасы лап берді. Күлшат лағман созуға кіріскен. Қарап отырғаным ұят болар деп, Шара да білгенін түрініп, Күлшатқа көмектесіп лағман созып жатыр. Бұлар не деген адамдар деп ойлап отырған шығарсың іштей, деп Күлшат күлді. Не наны дайын емес, не қамыр иленбеген деп. Несіне қысыласың? Өзім жейтін ас қой, аздап болса да еңбегім сіңсін деп, Шара да өзімсіне қалжыңдай жауап қатты. Қазір просто Мария басталады. Тамақ піскенше соны тамашалай тұр, деді қонақты теледидармен алдарқата тұрғысы келген Күлшаттың шешесі. Осы үйде Күлшат пен шешесінің ым-жымы бір, тура бір құрбылар сияқты. Күйеуінің барынан жоғы, үлкен қызына арқа сүйді. Қалғандары әлі мектеп жасында. Ғұмырының ең қызықты шағы етегі құрғамай бала табумен, мал соңында салпақта жүрумен өтті. Көрмеген қызығын балаларының келешегінен күтеді. Әсіресе Күлшатына үлкен үміт артады. Ол ұрысқақ, тырысқақ әйел болатын. Ұрысқан кезінде иегі кемсеңдеп кетеді. Жылап отырған адамның түрі. Оның өзінде де мінезінің қаттылығы содан ғана көрінеді. Әйтпесе жасықтау жантын. Кейде қатты ашуланған кезінде кісіні шошытып, шашын жайып жіберетіні бар. Ондай кезде оның маңына ешкім жоламауға тырысады. Асты енді алдарына ала бергенде есікті теуіп ашып, отағасы кірді. Үшеуі бір сәт сілейіп қалған. Есін тез жиған Күлшат болды. Орнынан ұшып тұрып, құлап қалмас үшін босағаға сүйеніп, сүзеген бақшаға көзі алайып тұрған әкесінің жік-жіпар болып аяқ киімін шешті. Әкесі қызын теуіп жібере жаздады. Ой, папа, кішкене тыныш тұрыңызшы, аяғымен үйдің бәрін былғайсың, ана қонақтың ұялсаңызшы, деді күлген болып. Біз де адам баласымыз, деді тілі күрмелі сөйлеген әкесі. Ұқтың ба? Я, жүр, тамағыңды іш. Сабырсыздана тіл қатқан қызының даусы ұяттан дірілдеп шықты. Тағы да лағман ба? Деді мысқылдай сөйлеген әкесі қызына қарадай тиісіп. Арақ ішетін жер таппағандай мана күндіз әкесі өзімен бірге осы ауылдың бір топ алқашын ертіп әкепті. Әйелі мен қызы екі жақта боларды табалдырықтан аттатпай кері қайтарған. Қанша ішсе де соны әлі ұмытпаған сыңайлы. Дастарханға жеткенше бір жығылып тұрды. Алдына қойған асты да ақтарып алды. Онымен қоймай бір-екі рет жұдырығымен үстелді тоқпақпақ бәрінің берекесін кетіріп, ішкендерін ірін, жегендерін желім етті. Қанын ішін тартып алған шешесінің сыры өзіне мәлім. Тағы шашын жайып жібере ме деп Күлшат та зәре жоқ. Онан да дүрсе қоя бергені жақсы еді. Абыройдан айырылайын десе, әп-сәтте екен ғой. Кел демек бар да кет демек жоқ. Рұқсат болса мен қайтайын. Ықыластарыңызға рахмет. Өзін ыңғайсыз сезінген қонаға осыны айтуы мұң екен. Іздегенге сұраған лып етіп шам сөнді де қалды. Бірақ Шара орнынан тұрып үлгерген жоқ. Отағасының жүрегі көтеріліп кетті білем, лоқсып құсып жіберді. Бұл масқараға шыдамаған Күлшат шыңырға құлады. Мұның бәрі әп-сәтте болды. Құр шілтер тұтылған терезеден ай сәулесі мол төгіліп, бұлар отырған тұста ақтаңдатып, әжептәуір жарқып тұр. Үйдің ішін алып кеткен әлем тапырақ иісті елеген де жоқ. Шешесі мен Шара дереу ес-түссіз құлап жатқан Күлшатты апарып кереуетке жатқызды. Соның арасынша әкесі де қор етіп ұйықтап қалды. Енді оны зембірек атсаң да оята алмайсың. Шешесі жаяу жетелік шамды әкеп жағып еді, онысы тұтанбай қайта-қайта сөне берді. Қанжағуларға құдайдың зарын қылам білтесің тазалап қойыңдар деп едім. Шетінен қырсық, шетінен кері бағып тұрады ғой. Жүрек талмасы бар еді. Шешесінің күбір-күбір еткен үні күйінішті шықты. Әйтсе де, екеуі аяқтарының ұшынан басып, қатты дабырласпауға тырысады. Аяқтарының ұшынан басқан сайын еден сықыр-сықыр етіп, зәрелерін ұшырады. Жаяу жетілік шамды тұтатып, Күлшаттың қол-аяғын уқалап, құп-қу өңіне су әкеп бүрікті. Осының бәрін екеуі үнсіз атқарды. Тек тыныштықты, осы үйдің шырқын бұзып, дастархан басында қылжиып ұйықтап жатқан отағасы қорылдайды. Кенет тура құлағының түбінен жыланның ысылдағанына ұқсас дыбыстан Шара сескене жалт қараған. Күлшаттың шешесі қыстыға егіліп жылап тұр екен. Шараға мүлдем назар салмайды. Сөйтсе де, одан осы қазір ақ жүрегінен ақтарылу тәрізді ерлікке пара-пара бір әрекетті көргісі келетіні түр айтып тұр. Шара іште бір қысылуда,
мына қасіреті қалың әйелдің алдында өзін жазықты жандай сезінуден арыла алмай бәрінен бұрын оны жұбату еш мүмкін еместей көрінді. Әйел арасында тістеніп, атау кереңді шікір деп күйеуін қарғап-сілеп қояды. Кенет есіктен бірін-бірі итеріп, аяқ киімдерге шалынсып, дабырласып балалары кірді. Айыздары қанып ойнаған болуы керек, өздері көңілді. Бірінің сөзін бірі бөліп, дауыстары жарқын-жарқын шығады. Мама қарын ашты деп біреуі есіктерін кірмей жатып айғай салды. Лағманыңды салшы табаққа, бір тояйық деген кіші ұлының үні бүкіл бір ауылды көшіріп әкелгендей. Олардың үйдегі жайдан хабарсыздығы, кәперсіздігі арадағы ыңғайсыздықты мына шешелерінің бақытсыздығында әп-сәтте ұмыттырып жіберді. Дабыр-дүбір үннен Күлшат есін жиды. Бір сәт мызғып кеткен адам тәрізді. Не боп қалды деп ентелеген біреуі. Кенет шараны енді ғана байқап қалды білем, жауап күтпей жылыстай жылжып қара көлеңкеге шегінді. Топырламай барыңдар, тамақты өздерің құйып ішіңдер, алдымен әкелерінің құсығын сүртіп алыңдар, деді шешелері оларға қарамаған күйі қызының құп-қу өңіне үңіліп. Біздікінде валерьянка бар, мамамның жүрегі нашар, мен содан әкеп берейін. Мен де сенімен бірге барам, деді Күлшат басын көтеріп. Сен қозғалмай жатшы, өзім-ақ әкеп берейін, деді Шара қабағын шытып. Жатқаннан пайда жоқ, серуендеп кішкене таза ауа жұтпасам болмайды, деп ақыры бой бермей сыртынан жылы киім кие бастады. Мама, бізге шам керек, деді шындамсызданған балалар дауыстап. Олар бұларға тіпті де мән берген жоқ, өз қызықтары өздерінде. Ойынның қызығын айтып тауыса алмай жатыр. Арасында күлісіп қояды. Дала сүттей жарық. Қора жақтан өрістің тыңқия тойып келген сиырдың пыс-пыс етіп күйіс қайырғаны естіледі. Кісілер ендігісін байлаулы қабаған иттерін босатып жіберген шығар. Ауылдың шетіндегі айналмалы жолмен барайық, деді Шара. Күлшат келісті. Қайдан ғана қонаққа келе қалдым екен деп опық жеген шығарсың. Әбден зәреңді шырдық білем, деді Күлшат приступтан алғаш рет зорлана күліп. Өң әлі де болса құп-қу. Оқасы жоқ, ондай ханның қызында да болады, деді Шара жұбата сөйлеп. Ештеңе ойлама, бәрі жақсы болады. Тура жол үстіне шөлмек сынған болуы керек, шынылары ай сәулесіне шағылсып суық жылтырайды. Неге екені белгісіз, Күлшаттың есіне түрінде адамның жанын баурайтын соншалықты үмітсіздік, тұңғиық бірдеңе бардай көрінетін. Өзіне жатырқай қарап, суық жымиған жасылан оралған. Сонан соң ай сәулесінен жусап жатқан төңірекке таңырқай қарады. Шара, егер құпия болмаса айтшы, көзің түскен көңілің ауған жігітің бар ма, деді жұмсақ үнмен. Бар ғой біреуі, деді Шара немқұрайлы үнмен. Оның бұл әңгімеге тік зауқы жоқтығын аңғарса да Күлшат тықықтап, ол кім өзі, деді. Кластасым Алтай, тракторист. Оңаша қалған кезімізде ол маған жанының түкпірінде жасырынып жатқан сырын ақтарып, шерін тарқатама деп күтемін. Керсінше, быдың-быдың етіп, науқан уақытында бағасы күрт көтеріліп кететін жанар-жағармай туралы бірдеңелерін айтып, құлағымда сарсытып деді. Өздері іштерімен жеке шыққалы бері шаруашылықтан басқа ештеңе айтпайды, зеріктіріп жібереді. Құрбылар ай астында ұзай берді.